Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Анаргүл. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын самса минутканың рецептімен бөлісемін. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, рецепт ұнаса менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен суымызға бір жұмыртқаны бүтіндей қосып, екінші жұмыртқаның тек ағын қосып, сарысын бетіне жағуға алып қоямыз. Тұзымызды қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Енді кезекте ұнымызға сары майымызды қосып, жақсылап песочный тесто жасап аламыз. Жақсылап сары майымызды ұнға үгітіп аламыз. Содан соң жұмыртқалы суымызды ұнымызға аз-аздан қосып отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Бізде өте керемет, сондай бір жұмсақ, эластичный, сондай керемет қамыр шығады. Қамырымызды жақсылап елеп болған соң, пищевой пленкаға немесе пакетке салып 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минут өткеннен соң қамырымызды алып, осылай ұзынша етіп созып алып, сосын оны бөліктерге бөліп бастаймыз. Қалауыңызша бөлесіздер, менде 23 самса шықты. Бөліктерге бөлгеннен соң осылай алақанымызбен домалақ формаға келтіріп, бетін жауып, тағы да 5-10 минутқа қоямыз. Бұл арада арасынан салатын салмамызды дайындаймыз. Тартылған етке жуамызды, картобымызды және тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымызды алып, жайып бастаймыз. Арасына ешқандай май жағып қажет емес, өйткені құрамында май бар. Сондықтан қамырымызды осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Сосын оның арасына салмасын салып, біртіндеп түйіп бастаймыз. Салмасын салғаннан соң видеодағыдай бір қолымызбен ұстап, екінші қолымызбен ортаға қарай қамырымызды жинаймыз. Барлығын бір жерге түйіп, осылай түйгеннен кейін осылай айналдырып қысып қоямыз. Келесін тағы көрсетейін, түсінікті болу үшін видеоға қарап істесеңіздер, барлығы өте түсінікті. Самсамызды осылай әдемі етіп түйгеннен кейін осы бетімен пісіре берсеңіздер де болады, немесе аударып теп-тегіс етіп пісірсеңіздер де болады. Осы бетімен бетіне күнжіт немесе мак сеуіп жесеңіздер де өте әдемі көрінеді екен. Мен олай да пісіріп көрдім. Видеоның соңында көретін боласыздар. Самсаларымызды әдемілеп түйіп болғаннан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт немесе мак сеуіп, қызып тұрған 200-250 градус пеште қызартып пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз осындай әдемі, өте керемет, жұмсақ болып шықты. Ерекше әдемі. Осылай да түйген жағымен пісіріп көрдім. Бұл да өте әдемі көрінеді екен. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын достар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Рецепт ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып